Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ва атбахи аджмаин. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар, құрметті шәкірттер, ардақты ағайын. Бүгінгі екінші дәрісіміз 4 халифа жайында айтып кетеміз да, Хазіреті Абу Бәкірдің өміріне тоқталатын боламыз. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде Алла Тағала дейді, сахабаларымды пайғамбарлардан басқа адамдардан абзал етті. Демек, пайғамбарлардан кейінгі кім болып отыр? Сахабалар болып отыр. Әсіресе мына 4 кісіні дейді да, халифа болған 4 кісіні Абу Бәкір, Омар, Осман, Али, осыларды Алла Тағала маған хайырлы етті дейді. Білесіздер, жалпы алғашқы ислам мемлекетінде пайғамбарымыздан кейін билік басына келген 4 әділ халифа болды. Әрине, бұл 4 әділ халифа пайғамбарымыздан өрнек ретінде кішіпейілдік жағынан, билікті басқару жағынан, саяси жағынан, сол пайғамбарымыздың ұстанған жолынан ешбір айнымастан сол жолдан неғылды, жүрді. Әрине, Абу Бәкір радиаллаху анху халифа болмай тұрған уақытында Мәдина қаласында бір қарт әжейдің үйіне барып, жаңа қойларын сауып, сүтін пісіріп, жаңағы қарт әжеге қол ұшын беретін. Сосын пайғамбарымыз қайтыс болғаннан кейін, жаңағы халифа болып сайланғаннан кейін, жаңағы қарт әже айтады, енді менің балам келмейтін болды ғой. Дейді ғой, енді патша болды, енді халифа болды деген уақытында, оны естіген Абу Бәкір радиаллаху анху айтады, Валлахи дейді, Валлахи дейді, Алла атымен ант етейін, мен сіздің қойларыңызды өлелгенше сауып кетем. Сауып пісіріп сізге жәрдемші болам. Өткен мойныма алған бұл жауапкершілік мінез құлқы мен әдеттерімді өзгерте қоймас дейді. Мойныма алған үлкен жауапкершілік менің мінез құлқымды, әдетімді не алмайды дейді, өзгертпейді дейді. Демек, осылай. Екінші халифа Омар радиаллаху анху, ол саудамен айналысты. Саудамен айналысты, қарапайым болды. Үшінші Осман радиаллаху анху, ол кісі де саудагер болды. Ол кісі өте ұяң болды. Хазірет Омарул Фарух, қара қылды, қақ жаратын, өте жаңағы не болды, парасатты болды. Ал Хазіреті Али, ол білімді болды. Білім иесі болды. Қарапайым болды. Сондықтан да осы 4 халифаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы дұғасында Алла Тағалам сахабалардың ішінде маған 4 кісіні не қылды, ардақты етті, хайырлы етті деп тілге тиек еткен. Енді Хазірет Абу Бәкір Сыддық радиаллаху анху. Пайғамбарымыз хадисінде бар. Исламға шақырған кезімде Абу Бәкірден басқалардың барлығы кідіріп қалды дейді. Ойланды дейді. Абу Бәкірден басқалардың барлығы исламға шақырған уақытында ойланып қалды. О Мұхаммед, қоя тұр, мен ойланып көрейін деп болса да сәл кідірді дейді. Ал Абу Бәкір болса, еш ойланбастан, еш кідірместен, о Мұхаммед, мен сені Алланың елшісі екендігіне кәміл иман келтіремін деп не қылды деді, ойлануға ешқандай деді, уақыт бөлген жоқ дейді. Сондықтан Хазіреті Абу Бәкірдің әкесі Осман, бірақ Абу Кухафа деп аталып кеткен. Анасы Уммул Хайр, яғни жақсылықтың
жақсылықтардың анасы дейтін атпен Уммул Хайр. Жалпы оның жұбайы Умму Румман, Хазірет Абу Бәкірдің 3 ұлы, 3 қызы болды. Ислам дінінің пайғамбарымыздан кейінгі ең ардақты тұлға Хазіреті Абу Бәкір болды. Жалпы Хазіреті Абу Бәкір ол өзінің сенімімен, яғни исламдың келмесінен алдын да ол пұтқа табынбайтын. Ханиф деп айтамыз ғой. Ханиф болды. Ханиф дегеніміз Хазіреті Ибрахим пайғамбардан қалған, яғни сенімі, ақидасы бұзылмай келген жол. Ханиф дінде болды. Хазіреті Абу Бәкір әу бастан саудамен айналысты, саудагер болды. Мекке қаласындағы Менмен деген сахабаның бірі болды, атақты. Енді Йеменге барған уақытында саудамен, сол жерде шіркеудің басшысы поп Настурамен жолыққан уақытында ол айтты: жақында пайғамбар келеді, қуантушы, қорқытушы пайғамбар келеді деп осы сөзді естіді. Одан кейін өзі түс көрді. Меккеде үлкен 14-ші күнде айдай, толған айдай бір ай Мекке қаласына түседі де, одан кейін барып не дейді? Соның шуағы, нұры Хазірет Абу Бәкірдің үйіне түседі. Осыны жортқан уақытында, түс жортқан уақытында, сонда жаңағы Інжіл, Тауратты білетін христиан, еврейдің ғалымдарын жортқан уақытында былай деп айтады: жақында пайғамбар келеді Меккеге, одан кейін сен соның жақын жолдасы боласың деген жорайды. Демек, не қылды? Хазіреті Абу Бәкір пайғамбарға, пайғамбарлық келмесінен алдын ол өзі күтіп жүрді осылай. Пайғамбарымызға пайғамбарлық келген уақытында, уақыт түскен уақытында кім? Хазіреті Абу Бәкір Мекке қаласында емес, ол Йеменде болатын. Сапардан келген уақытында Абу Жахил, Утба бин Муайт дейтіндер келіп: ей, Абу Бәкір, біздің елде қазір үлкен фитна шықты, бүлік шықты. Мен пайғамбармын деп, сенің досың Мұхаммед шықты деп осы сөз еткен уақытында, осы сөзді кім айтты дейді? Мұхаммедтің өзі айтты ма, әлде біреу айтты ма дейді? Мұхаммедтің өзі айтты дейді Абу Жахил. Егер Мұхаммедтің өзі айтатын болса, онда ол сөзсіз пайғамбар. Өйткені Мұхаммед ешқашан не қылған емес, өтірік сөйлеген емес, Мұхаммедул Әмин деді да, теріс бұрылып дереу пайғамбарымыздың үйіне келді. Пайғамбарымыздың үйіне келді де, бірден не қылды? Пайғамбарымызға: ей, Әбул Қасым, сен Алладан келген пайғамбармын деп жариялаған рас па дейді, жариялағаның? Сонда иә, рас дейді. Олай болатын болса, еш кідірместен мен саған иман еттім деп, сол жерде әшһаду алла илаха иллаллах ва әшһаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулух деп кәлима шахадат айтып, түйістіріп, осы жерде дос болып не қылды? Алғаш иман келтірген сахабалардың бірі болды. Абу Бәкір иман келтірген уақытында саны ауыз толтырып айтатындай емес, саусақпен санарлықтай болды. Саусақпен санарлықтай болды. Бірнеше ғана кісі болды. Алғаш иман келтірген кісі. Бірақ оның 40 000 дирхамы болды сол уақытта, иман келтірген уақытында. Сонда айтты: мен мұсылман болдым ғой, 40 000 дирхамды сізге берем деп пайғамбарымызға береді. Сол 40 000 дирхаммен қаншама құлдарды азат етті, қаншама кедейлерге, жаңа міскіндерге сол 40 000 дирхам не болды? Азық болды. Енді ойлап көріңіз, 40 000 дирхам дегеніміз қазіргі таңдағы есеппенде жаңа $40 000, 40 000 евро секілді үлкен ақша болды. Ал енді Хазіреті Абу Бәкірдің себепкерлігімен иман келтірген сахабаларды санайтын болсақ, олар Осман бен Афуан, Талха бен Убайдулла,
Сайд бин Абу Ваққас, Абдурахман бин Ауф, Абу Убайда ибн Жаррах, Зубей бин Ауам, Осман ибн Мазун, Абу Салама, Арқам бин Арқам. Демек, міне жаңағы Ашари Мубашара, жаңағы 10 жәннатпен сүйіншілеген 10 сахабаның 6-ауы не болды? Хазіреті Абу Бәкірдің себепкерлігімен, дәнекерлігімен исламды қабылдаған белді сахабалардың бірі болды. Сол сахабалар иман кетірген уақытында барлығы небәрі 20 жас пен 30 жастың, ары кетсе 40 жастың шамалығында. Өйткені Хазіреті Абу Бәкір пайғамбарымыздан 3 жас кіші болды. Сонда пайғамбарымыз 40 жас болған уақытында Хазіреті Абу Бәкір 37 жасында. Ал қалған сахабалар 20 мен 25 жас арасында, 30 жас арасында. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы Мираж оқиғасы білесіздер. Исра оқиғасы. Жәбірел алейхиссалам келді, Меккеден Мешіт Ақсаға барды. Мешіт Ақсадан 7 қабат көкке көтерілді. Одан кейін Жәбірел алейхиссаламнан екеуі сол жерде бөлініп, не қалды? Сидратул Мунтахаға барды. Сол жерде Алла Тағаламен тілдесті. Сол жерден сыйлық алып қайтты. Сөйтіп қайтадан Мешіт Ақсаға, Мешіт Ақсадан қайтадан Прагқа отырып, Прагпен Мекке қаласына көзді ашып жұмғанша әп сәтте не қалды? Осындай оқиға орын алды. Сөйтіп пайғамбарымыз осы оқиғаны айтпай ма? Осындай оқиға болды деген уақытында мүшриктердің барлығы ақылға сыйымсыз, мынау жынданған деп осындай өсек таратты. Осы сөзді естіген Хазірет Абу Бәкірге тағы да айтады: "Ей, сенің анау досың жынданған, әп сәтте бір мезеттің ішінде Меккеден Ақсаға, Ақсадан 7 қабат көкке көтерілдім" дейді. Ол ақылға сыйымды ма деген уақытында бұны кім айтты дейді? Бұны Мұхаммед айтты дейді. Егер Мұхаммед пайғамбар айтса, ол ешқандай өтірік айтпайды, мен оған әмәнна ва саддақна, оған иман келтірем, оны мен растаймын дейді. Міне сонда алғашқы растаған кісі кім болды? Хазіреті Абу Бәкір болды. Сен сыддықсың, сен растаушысың деген ат осы уақыттан бастап берілді. Енді қиын қыстау уақыттарда, енді аласапыран уақыттар болды, зұлмат болды, зұлымдықтар көріп жатыр. Жаңағы мұсылмандардың көрмеген жоқ, қорлық жоқ. Содан Алла Тағаладан пәрмен келді, хижрет жасау керек. Қайда? Хабашстанға. Бірінші топ кетті, екінші топ кетейін деп жатыр. Содан енді Хазіреті Абу Бәкірінде енді сол онда сол көшкісі кеп тұр. Сөйтіп барып сұрайды ғой: "Уа Алланың елшісі, мен де көшсем бола ма?" деген уақытында пайғамбарымыз былай дейді: "Уа Абу Бәкір, асықпа, бәлкім Алла саған досыңмен бірге хижрет жасауды нәсіп етер" дейді. Демек айтып отыр, бірге екеуміз не аламыз дейді, бірге жолға шығамыз деген мағына. Сөйтіп пайғамбар жаңа Хазірет Абу Бәкір сол жерде мақұл деп сол жерде көніп не алады. Бірнеше уақыттардан кейін әмір келеді Алла тарапынан. Жәбірел алейхиссалам хабар алып келген уақытында орнына Хазіреті Алиді қалдырып, аманаттың барлығын Хазіреті Алиге қалдырып, пайғамбарымыз екеуі не қалды? Бір түннің ішінде, түннің 3/1 бөлігінде Меккеден не қалды? Сәуір тауына барып үңгірге жасырынды. Міне жасырынған уақытында да жаңа мүшриктердің барлығы іздеу салды, жар салды. Мен сол уақытта Алла Тағаланың несімен, кереметіменен, мұғжизасыменен не қалды? Сол жерге дереу кептер қона қалды, сол жерде ұя салды, сол жерде не қалды? Кептер сол жерде жан тапсырды, сол жерде дереу өрмекші ұясын салуды, үйін салуды әмір етілді, сол жерде дереу сала қалды. Міне сол уақытта не қалды? Үңгірдің ішіне екеу жасырынды, сыртқа шыққан жоқ. Іздеп келгендердің барлығы не қалды? Үңгірге қарайды. Үңгірде ешкім кірмеген, өйткені ақылмен қарайтын болсақ, үңгірге кіретін болса не болу керек? Өрмекшінің торы бұзылу керек. Сөйтіп сол жерде не қалды? Көпшілік кері қайтты. 3 күн сол жерде
қалды азық түлігімен. Міне сол уақытта қатты қорықты. Сонда бұны арасында сәл ғана бір уақыт не ғана қалды, жақында ғана қалды. Сонда сол жерге кірген уақытында екеуін ұстап алушы еді. Қорыққан уақытта не деді? Уа, Абу Бәкір, неге қорқып отырсың деді. Сонда Алла елшісіне біреудің зияны тие ме деп қорқамын деді. Сонда не деді? Үшеудің біреуі, Алла атымен ант етейін, үшінші Алла тағала болған екі досқа кім зиян келтіре алады дейді. Үшінші Алла тағала болған екі досқа кім зиян келтіре алады дейді. Лә тахзан инналлаха маана. Қорықпа, Алла тағала бізбен бірге деген аятты оқыды. Міне осыдан бастап не қалды? 3 күн сол жерде жасырынды, одан кейін барып 3 күннен кейін аржаннан жаңағы өзінің қойшысы, жаңағы өзінің Әсма деген қызы азық алып берді. Жаңағы түйеге отырып ары қарай не қалды? Жолға шығып Мәдина қаласына келіп жетті. Пайғамбарымыз өзі науқастанған уақыты. Науқастанып қалды. Сахабалар пайғамбарымыздың үйіне зиярат жасап жүрді, әрқайсысы күніге. Сонда пайғамбарымыз сол жерде хадисі оқыды. Алла тағала дүние мен ақыретті таңдау мәселесін маған беріп қойды. Мен ақыретті таңдадым дейді. Сонда Хазіреті Әбу Бәкір пайғамбарымыздың қайтатындығын өзі сезді. Сол жерде ата-анам сенің жолында құрбан болсын, ей Алланың елшісі деген уақытында Хазіреті Әбу Бәкірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтты. Егер Алладан басқа дос таңдар болсам, мен сені таңдар едім. Алайда арамызда ислам бауырластығы мен сүйіспеншілігі бар. Барлық есік сахабаларға жабық болсын, алайда Әбу Бәкірге айқара ашық болсын деп осындай бұйрық береді. Содан бастап тек қана пайғамбарымыздың үйіне кім кіре алатын болды? Хазіреті Әбу Бәкір кіретін болды, қалғандарына кіру рұқсат болмады. Міне содан бастап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям науқастан тіптен тұра алмай қалды. Намазға кім шығады деген уақытында намазға, имамдыққа Әбу Бәкір шықсын деді. Сонда Әбу Бәкір намазға шықты. Пайғамбарымыз жаңағы пайғамбарымыздың тірі кезінде Хазіреті Әбу Бәкір 17 рет намазға шыққан екен. Бір уақытында таң намазына пайғамбарымыз Хазіреті Әбу Бәкірдің артына тұрып үйді. Өйткені бір иығынан Ибн Аббас, бір иығынан Хазіреті Али қолтықтап шығып, таң намазын алып шығады. Сол уақытта таң намазында Хазіреті Әбу Бәкірдің артынан пайғамбарымыз намазға үйді. Хазіреті Әбу Бәкір рұқсат сұрап ауылға кеткен уақытында пайғамбарымызда қайтыс болды деген қайғылы хабар естілді. Хазіреті Әбу Бәкір дереу тек қана барлық іс тастап Хазіреті пайғамбарымыздың үйіне барды. Ақ матамен оралған мүбәрәк жүзін ашып, маңдайынан сүйіп былай деп айтты. Тірі кезіңде қандай нұрлы жүзді болсаң, Алланың алдына кетсең де, яғни ақыретке аттансаң да, сенің жүзің нұрлы екен деп пайғамбарымыздың маңдайына сүйіп, мешітке қарай бет алды. Ал енді мешіттің ішінде барлығы ағыл-тегіл жазап жатыр. Бірі сенерін білмейді, бірі сенбесін білмейді. Сол уақыттарда мұнафықтар араға ірткі сала бастайды. Қалай ол пайғамбар болса, қалай өледі? Ол Мұхаммед пайғамбар болса, өлмеу керек қой деген секілді осындай бүлік шара бастайды. Міне сол уақыттарда Хазіреті Омар қылышын шығарып, егер кімде-кім Мұхаммед пайғамбарды өлді дейтін болса, онда мен осы қылышпен басын кесемін деп жар салды. Сол уақытта байсалдылықпен, парасаттылығыменен Хазіреті Әбу Бәкір не деді?
былай деп үн салды: кімде кім Мұхаммедке табынса, біліп қойсын, ол адам, ол өлді. Ал кімде кім Аллаға табынса, Аллаға құлшылық ететін болса, біліп қойсын, ол бақи, ол мәңгілік деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды дереу неғылды? Үйінде жерледі. Үйінде жерледі. Одан кейін сахабалардың барлығы бір ауыз, бір жаппай барлығы бір келісіммен дауыс беріп, Хазіреті Әбу Бәкір неғылды? Халифа сайланды, тағайындалды. Сонда ол алғашқы өзінің құтпасында: уа жамағат, мен араларыңыздағы ең жақсы кісі болмасам да, сіздерге басшы болып сайландым. Уа қалайық, егер де мен өз міндетімді дұрыс деңгейде орындамайтын болсам, онда маған жәрдем беріңіздер. Егер мен жаман жолға бет алсам, онда мен тура жолға түсіріңіздер, салыңыздар. Өйткені туралық бір аманат, жалған бір қиянат деп неғылды? Осындай құтпа оқыды, жақсылыққа шақырды, жамандықтан тыйды. Дереу Хазіреті Әбу Бәкір халифа болысымен заңдарды кішкене қаталдатты. Заңдылыққа кішкене күш берді. Неге дейтін болсаңыз, сол уақыттарда жалғаншы пайғамбарлар шыға бастады. Мен пайғамбармын деген сияқты. Мүсәйлеметул кәззаб дегенде шықты. Мен пайғамбармын деп, мен мәхдимін деп шықты. Міне солардың барын тойтарыс беріп, солардың барлығына неғылды? Әскер жіберіп, солардың барын неғылды? Басып отырды. Хазіреті Әбу Бәкірдің алғашқы ісі, пайғамбарымыздың аяқталмаған ісі, Усама бин Зейдті басшылық қылып сайлап, қолбасшы қылып сайлап, неге жіберді? Сирияға жіберді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Усама бин Зейдті қолбасшы қылып тағайындап, Сирияға барып, сол жердегі қарсы шыққандармен, дұшпандармен соғысуды бұйырған болатын. Алайда міне енді шығамыз деп тұрған уақытында пайғамбарымыздың осындай қаралы хабарын естіді. Сөйтіп Усама бин Зейд әскермен бірге шыға алмай қалды. Бірақ Усама бин Зейд, білесіздер ме, қанша жаста екен? 18 жаста. 18 жастағы бала. Сонда Омар шықты: ей Әбу Бәкір, 18 жасар баланы қолбасшы шығып қалай жібересің деді. Сонда айтты: ей Омар, пайғамбарымыз тірі кезінде қолбасшы кім тағайындады? Усаман тағайындады. Олай болатын болса, пайғамбарымыз қолбасшы тағайындаған кісі барады деп неғылды? Усама бин Зейдті жіберді. Демек, пайғамбарымыз кім тағайындаса, сол бару. Демек, ол жерде жас үлкен кішіге қарамайды. Ол жердегі зеректілікке, ептілікке, жалпы соғыстың тактикасын білетін азаматтың болуын пайғамбарымыз неғып отыр? Біліп отыр. Хазіреті Әбу Бәкір жалпы сахабалардың ішінен тағайындалды. Өйткені халифа болғаннан кейін жалпы қаржының басшысы ретінде, жауапсыз ретінде үмметтің сенімдісі деп аталған Абу Убайда ибн Жаррахты қойды қаржы бөліміне. Бізде қазір министрлік дейміз ғой, қаржы министрлігіне. Одан кейін құқық істеріне, заң істеріне Омар бен Фарухты қойды, Омар бен Хаттабты қойды. Міне осылай. Одан кейін барып жалпы жазу істеріне, Құран аяттарын жинақтау істеріне жалпы хатшы ретінде Зейд бен Сәбитті неғылды? Тағайындалды. Осылай неғылды? Хазіреті Әбу Бәкірдің парасаттылығы, қабілеті бар сахабалар неғылды? Осылай басшылыққа тағайындап қойды. Сонда Хазіреті Әбу Бәкір жаңағы неден? Мемлекет қазынасынан, бәйтул малдан ешқандай өзіне айлық тағайындалған жоқ, айлық алған жоқ. Сөйтіп алғаш уақыттарында ол өзі саудамен айналысып жүрді. Оны көрген Омар айтты: ей халифа Әбу Бәкір, сенің жұмысың
басыңнан асып жатыр. Сен саудаңды қой. Сен мемлекеттің ісіне жаныңмен, тәніңмен кіріс. Мемлекеттің қазынасынан айлық тағайындалсын. Мен бұны жаңағы кімге айтайын? Абу Убайда ибн Жарраққа айтайын деп, сөйтіп Абу Убайда ибн Жарраққа айтты. Сөйтіп сол жерден, сол уақыттан бастап жаңағы мемлекеттен айлық тағайындалды. Сөйтіп не қылды дейді? Хазіреті Абу Бәкір өзінің саудалық ісін, кәсібін тоқтатты дейді. Абу Бәкір халифа болып тұрған уақытында жалпы Йемен қаласында, Ямама қаласында соғыс шыға бастайды, бүлік шыға бастайды. Мен пайғамбармын деген жалғаншы пайғамбарлар шыға бастайды. Одан кейін бар біз зекет бермейміз деп шықты. Намаз оқимыз, бірақ зекет бермейміз деп шықты. Сонда Абу Бәкір соғысамыз деді. Олармен соғысамыз деді. Сонда Хазіреті Омар айтты, сен қалай намаз оқитын кісімен соғысасың деді. Сонда айтты Хазіреті Абу Бәкір халифа, намаз бен зекеттің арасын бөлген мұсылманмен соғысам деді. Ешкімнің бөлуге хақысы жоқ. Сондықтан да кім зекет бермейтін болса, мен олармен соғысамын деп не қылды? Осылай бұйрық шығарды. Зекет бермейтіндермен барлығымен соғысты. Қайттан кері қайтатындар кері қайтты, кері қайтпайтындар сол жерде жан тапсырды. Сонда Хазіреті Абу Бәкірдің парасаттылығы, білгірлігі не қылды? Сол жерде жаңа зекет бермегендермен соғысты. Егер үндемеген уақытында, онда мұсылмандардың барлығы не қылмайтын еді? Зекет беруден бас тартатын еді. Сондықтан да намазды зекеттен, зекетті оразадан, қажылықтан ешкімнің де арасын бөлуге құқық жоқ деді. Сонда Абу Хурайраның айтқан сөзі бар сахабаның. Егер пайғамбарымыз қайтыс болғаннан кейін Абу Бәкір халифа болмағанда, мұсылмандардың ішінде барлығы жік-жікке бөлініп, мұсылмандар күйреп жоқ болып кететін еді дейді. Расында. Егер пайғамбарымыз қайтыс болғаннан кейін Хазіреті Абу Бәкір халифа болмаған уақытында мұсылмандар арасында бөлінушілер көбейіп, бүлік шығып, мұсылмандар не болатын еді дейді? Жойылып кететін еді дейді. Бірақ та Хазіреті Абу Бәкір барлығын не қылды дейді? Бір қолдың астына, бір найзаның, бір тудың астына не қылды дейді? Біріктіре білді дейді. Ямама соғысында, бауырлар, 70 қари, 70 Құран жаттаған құрро сахаба қайтыс болды. Бір мезетте. Бір соғыста 70 қари деген ойлаңыз. Құран жаттаған, басынан содан жаттаған сахаба қайтыс болды. Сонда Омар ұсыныс жасады, Хазірет Омар. Ей, халифа Абу Бәкір, егерде біз Құранды кітап халіне алып келмейтін болсақ, онда мына сахабаның барлығын көз жойылатын болса, шейіт болатын болса, онда біз Құранды қалай сақтап қаламыз деді. Сонда алғашқы уақытында Хазірет Абу Бәкір, жоқ, пайғамбар жасамаған нені кітапты мен қалай кітап қыламын деді Құранды. Сонда Хазірет Омар айтты, пайғамбар қалай кітап халіне алып келетін еді, ол уақытта уақи тоқтаған жоқ қой деді. Міне, осы айтқан сөзден кейін Хазіреті Абу Бәкір тоқтама келіп, дереу пәрмен берді. Жалпы Зейд бен Сабитті басшы ретінде тағайындады да, төраға ретінде тағайындады да, бірнеше сахабаны қасында комиссия алқасын құрып, кімнің қолында Құран аяттары бар, сүрелер бар, қағаздарды, жаңағы парақтарды алып келуін, жаңағы теріге жазған уақытта терілердің барын алып келуді бұйырды. Сонда алып келген уақытында міне менің алып келгенім деген қараған жоқ. Сен пайғамбардың алдында уақиды жазғаныңа екі куәгер бар ма деді. Егер біреу жазатын болса, екі куәгер оған иә мен көрдім. Осы жаңағы Кәусар сүресі түскен уақытында міне Ринат деген болса пәленше деген сахаба жазғандыға мен куәмін деген екі куәгер алып келді. Сөйтіп сол аяттардың барлығын жиналды. Сөйтіп олардың барын не қылды? Реттеп, осылай
құран аяттарын сүрелерін ретіне кетірген Хазіреті Абу Бәкір уақытында бір жаңағы мұсхаф кітап халіне алып келді. Сөйтіп ол Хазіреті Абу Бәкірдің қолында болды. Хазіреті Абу Бәкір қайтыс болғаннан кейін Хазіреті Омарға табысталды. Хазіреті Омар қайтыс болғаннан кейін оны қызы Хафса анамыз өзінің үйінде сақтады. Міне, демек, Құранның жинақталу осылай неғылды іске асты. Енді Хазіреті Абу Бәкірдің өте жаңағы тақуалығы, діндарлық жағынан бір хадис айтатын болсақ, бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам таң намазынан келді де, бүгін кім арамызда ораза ұстады дейді. Ешқайсысы үндемейді. Хазіреті Абу Бәкір айтады: "Уа Расулалла, мен бүгін ораза ұстадым, аузым берік" деп айтады. Кім жаназа намазына қатысты дейді. Ешкім үндемейді. Алланың елшісі, мен жаназа намазына қатыстым дейді. Үшінші айтады: кім арамызда бір науқастың жағдайын сұрап зиярат жасады дейді. Алланың елшісі, мен зиярат жасадым дейді. Сонда жаңа Хазірет Омар айтады: Алланың елшісі, әлі күн шыққан жоқ қой зиярат жасайтын дейді. Алланың елшісі, әлі жаңағы жаназаға баратындай әлі күн шыққан жоқ қой деген секілді Хазірет Омар жаңа әлі соны неғып отыр. Жақсы жасап жатыр, бірақ Хазірет Абу Бәкір оның алдына шығып жатыр. Сөйтіп айтады: бүгін кім садақа берді дейді. Сосын мен, Алланың елшісі, мен баламның қолында бір кеспе нан бар еді дейді. Сонда біреулер Алла разылығы үшін нан беріңізші деп садақа сұрады дейді бір міскін. Сосын балам айттым: балам, нанымды бер деп айттым. Сол балам нанын бөліп берді деп айтады. Садақа бердім дейді Хазірет Абу Бәкір. Сонда неғыл дейді? Бұл жақсылықтың барлығы бір кісінің, қай кісінің бойынан табылатын болса, ол міндетті түрде сөзсіз жәннатқа кіреді дейді. Сонда тағы да бір хадис айтады: ораза ұстаушылар қиямет қайымда жәннаттан Раян қақпасын ашып шақырады: ей ораза ұстаушылар, кіріңдер деп. Намазын үзбей оқушылар намаздың есігін ашылады. Садақа берушілер садақаның есігін ашылады, шақырылады дейді. Кел дейді. Алла жолында жихадқа шыққан жаңағы жихад есігі ашылады. Осындай алады дейді. Барлық қақпар ашылып шақырылады дейді есіктерден. Сонда Хазіреті Абу Бәкір шығып айтады: Алланың елшісі, бір мезетте бір адамның бұл істердің бәрінен бірдей шақырылу мүмкін бе дейді. Сонда: иә, мүмкін. Сенің міне осындай шақырылушылардың ішінде бір сенсің деп Хазіреті Абу Бәкірге осындай сүйінші хабар береді. Демек, барлық естерден: ей Абу Бәкір радиаллаху анху, кел, сен біздің жәннатқа кіруге лайықсың деп барлық жәннаттың қақпалары дейді Абу Бәкірге ашық болады дейді. Тағы да енді Хазірет Омар: енді мен Хазірет пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жалпы исламның кең таралу үшін, жихадқа шығу үшін, соғысқа шығу үшін, жаңағы құрал-саймандар, оқ қару-жарақтар дайындау үшін жаңағы акция жариялайды ғой. Кімде-кім Алла жолында садақа беретін болса, онда ол көптеген жетістікке жетеді деп осындай бір үлкен, осындай бір жақсылыққа шақырады, садақа жинауға шақырады. Сонда Хазірет Омар айтады: мен бүгін Хазіреті Абу Бәкірден озбасам ба дейді да, дүниесінің жартысын ақшаға бағалап, сатып, жартысын алып келеді да, пайғамбарымыздың алдына тастайды. Міне, Алланың елшісі, менің дүнием осы дейді. Омар, үйіңе не қалды дейді. Алланың елшісі, үйіме дүниемнің жартысы қалдырдым дейді. Жақсы болған екен дейді. Содан бір қарасам, Хазірет Абу Бәкір келді дейді. Ол да қойды дейді. Содан: Абу Бәкір, үйіңе, бала-шағаңа не қалдыр деп айт дейді. Алланың елшісі, бала-шағама Алла тағала және оның елшісінің сүйіспеншілігі қалды. Басқа еш нәрсе қалған жоқ деді. Одан кейін мен күдерімді үздім дейді. Үмітімді үздім.
ешқашан мен Әбу Бәкірден озып кете алмайтыныма осы кезде сендім дейді. Сонда Әбу Бәкір радиаллаху анху дүниесінің барын не қылды? Алла жолында бере салды. Хазіреті Әбу Бәкір өте Құранның қай аяты, қай уақытта не үшін түскендігін жақсы білетін. Өйткені пайғамбарымыздың қасында үнемі болуға тырысты, аяттардың барын жаттауға тырысты. Хазіреті Әбу Бәкір намазға тұрып Құран аяттарын оқыған уақытында адамның жүрегі тебірентілетіндей, өзі де жылап оқитын, одан кейін не алатын еді дейді, әрбір аяттың қай уақытта түскендігін, не үшін түскендігін жіті білетін еді дейді. Одан кейін Хазіреті Әбу Бәкір халифа болған уақытында оған уа халифатулла, Алланың халифасы деген ат қойған уақытында жоқ. Маған халифатулла деп айтпаңдар, Алланың халифасы деп айтпаңдар. Маған халифату Расулилла деп айтыңдар. Алла елшісінің халифасы деп айтыңдар деп. Осы атауды ұнататын еді дейді. Міне, Алланың разылығына ие болған, пайғамбарымыздың құрметіне ие болған Хазірет Әбу Бәкір хижраның 13-ші жылы, пайғамбарымыз хижреттің 13 жылында қайтыс болса, Хазірет Әбу Бәкір хижраның 13-ші жылы, демек 3 жылдан кейін Жамадул Ахирде 22-сінде 63 жасында дүниеден озды, яғни қайтыс болды. 2 жылдан 2,5 жылдай, 2 жыл 8 айдай, 2 жыл 7 айдай халифалық міндетін атқарды. Артында не қалды білесіздер ма? Артында бір саумал түйесі қалды, бір қызметшісі қалды, және сол сүтті сауып алатын, жаңа түйенің сүтін сауып алатын ыдысы ғана қалды дейді. Басқа еш нәрсесі қалған жоқ, барлығын Алла жолында садақа етіп таратып қойды дейді. Одан кейін не деп айтты? Өсиет қалдырды. Менің алатын жалақымның егер қаншасы түсетін болса, соның барлығын Хазірет Әбу Омарға өсиет қалдырды. Менің жалақымды алып, менің атымнан Алла жолында не алсын деді? Садақа рет таратсын деді. Демек, жалпы осындай, сонда Хазіреті Омар былай деп айтады. Ей Әбу Бәкір, өзіңнен кейінгілердің орындалу қиын болған үлгі өнегеге толы өмір қалдырдың ау дейді. Сонда Хазіреті Әбу Бәкір 2,5 жылдың ішінде орны толмастай, аты заты өшпестей, тарихта атын алтын әріппен тайға таңба басқандай осындай із қалдырды. Хазіреті Әбу Бәкір пайғамбарымыздың ең жақын досы, пайғамбарымыздың қайын атасы, өйткені, білесіздер, Айша анамыздың әкесі болғандықтан қайын атасы болды, ең жақын досы, жолдасы бола білді. Сондықтан да Хазіреті Әбу Бәкірдің жалпы Мұхаммед үммет үшін көптеген өнегелер қалдырды, өрнектер қалдырды. Сондықтан да біз қай сахабаның жолымен жүретін болсақ, адаспаймыз. Мен Хазіреті Әбу Бәкір болғым келеді, Әбу Бәкір Сыддық болғым келеді. Бір сипатты алайықшы. Әбу Бәкір Сыддық болыңыз, Омар Фаруқ болыңыз, Осман Зин Норайын, болмаса өте ұяң, Алил Мұртаза, болмаса Абу Зар Әл-Ғифари секілді жаңағы сахабаларының қайсысы болсамыз да біз не алмаймыз, адаспаймыз. Алла Тағала баршамызды өзіне лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үмбет болуды нәсіп етсін. Уахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.